Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімі Шамғонов Рахым Шамгонович. Бүгінгі онлайн семинардың тақырыбы Крамер әдісімен теңдеулер жүйесін шешу. Бұл сабақта оқушыларға тақырыпты меңгерту үшін келесі ротация әдісі қолданылады. Сабағымыздың мақсаты сызықтық теңдеулер жүйесін шешу үшін екінші және үшінші ретті квадрат анықтауыштарды есептеу ережелерін қолдану. Сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешуді меңгеру. Экономикалық және химиялық есептерді шешуде сызықтық теңдеулер жүйесін шешу әдісін қолдана білу. Оқушылардың ой өрісін кеңейту, логикалық ойлауын дамыту, есептеу дағдыларын жетілдіру. Күтілетін нәтижелер: екінші және үшінші ретті квадрат матрицаларының анықтауыштарын есептеу ережелерін қолдана алады. Теңдеулер жүйесін матрица көмегімен шешуде математикалық формулаларды дұрыс қолдана біледі. Екі айнымалысы және үш айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелерінің шешімін Крамер формуласымен таба алады. Мәтін есептерді шығаруда теңдеулер жүйесін құрады және шешімін Крамер формуласымен есептей алады. Пәнге қатысты лексика мен терминология. Осы тақырып барысында кездесетін матрица, аудан, анықтауыш, теңдеу, теңдеулер жүйесі және сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу сөздерінің орыс тіліндегі және ағылшын тіліндегі жазылуы экранда көрсетіліп тұр. Сабақтың құрылымы. Сабақтың басы: қызығушылықты ояту. Сергіту сәті: оқушыларды шағын топтарға бөліп жұмыс жасау. Ойын сүйегі арқылы алдыңғы білімді тексеру. Сабақтың ортасы: мағынаны ашу. Кері байланыс, рефлексия. Сонымен алдыңғы білімді тексеру кезінде Тадж Махал есебі ұсынылады. Алтын үшбұрыш Индиядағы үлкен үшбұрышты аумақтардың бірі. Тадж Махал осы үшбұрышпен шектесетін кереметтердің бірі болып табылады. Үшбұрыш үш қаланы Нью-Дели, Япур, Аграны қосатын түзулерден құрылған. Картада көрсетілген координаттарды пайдаланып, алтын үшбұрыш ауданын жуықтап тап. Мұндағы координаттар өлшемі мильмен берілген. Сонымен біздің алдымызда координаттар жүйесіндегі берілген үш қала Нью-Дели, Япур, Аграны қосатын түзулер сызылып үшбұрыш беріліп тұр. Картада көрсетілген координаттарды пайдаланып, алтын үшбұрыштың ауданын есептеуіміз қажет. Алдыңғы білімді тексеру мақсатында берілген осы есепті шығару барысында үшбұрыштың ауданын табу үшін Саррус ережесімен есептелетін мына формуланы қолданып берілген ауданды есептеп шығаруға болады. Алдыңғы білімді тексере отырып жаңа сабақтың тақырыбын анықтау. Бірінші сұрақ: жатық және тік жолдарының саны тең матрица не деп аталады? Екінші сұрақ: бірлік матрица дегеніміз не? Үшінші сұрақ: анықтауышы нөлге тең матрица қалай аталады? Төртінші сұрақ: үшінші ретті квадрат матрицаның анықтауышын есептеу ережесі және оны енгізген ғалым. Ереженің аталуы. Бесінші сұрақ: екінші ретті квадрат матрицаның анықтауышын есептеу формуласы. Алтыншы сұрақ: n-ші ретті квадрат матрицаның и жатық жолы мен J
тік жолын сызып тастағаннан кейін пайда болған n-бірінші ретте MEG анықтауышының элементі қалай аталады? Үшінші ретте квадрат матрицаның бір жатық жолы мен бір тік жолын сызып тастағанда пайда болған формуланы жазып көрсетіңіз. Осы берілген сұрақтардың жауабы біздің алдымыздағы слайдта көрсетулі тұр. Өз білімін тексеру алдыңғы сабақты тақырыбын анықтау мақсатында оқушылар осы сауалдарға жауап береді және келесі пазл арқылы жаңа сабақтың тақырыбын айқындайды. Мына берілген пазлдағы сөздерді құрастыру арқылы, жаңа сабақтың тақырыбын айқындайды. Сонымен сабақтың тақырыбы Крамер әдісі бойынша теңдеулер жүйесін шешу. Крамер формуласы: n айнымалылы сызықтық n теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесі берілсін. Бірінші жатық жол a1-1 x бірінші қосылған a1-2 x екінші қосылған тағысын тағы қосылған a1-n-ші x n-ші тең болады v1-ге. Екінші жатық жол a2-1 x бірінші қосылған a2-2 x екінші қосылған тағысын тағы қосылған a2-n-ші x n-ші тең болады v2-ге. Тағысын тағы n-ші жатық жол an бірінші x бірінші қосылған an екінші x екінші қосылған тағысын тағы қосылған an де n-ші x n-ші тең болады v-n-ші. Міне бұл n айнымалылы сызықтық n теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесі. Мұндай теңдеулер жүйесінің матрицасы квадраттық матрица болады. Және оның анықтауышы осы жүйенің негізгі анықтауышы болып табылады. A тең болады a1-бірінші, a1-екінші, тағысын тағы a1-n-ші. a2-бірінші, a2-екінші, тағысын тағы a2-n-ші. n-ші жолымыз an-бірінші, an-екінші, тағысын тағы an-n-ші. x-іміз тік жолымыз x бірінші, x екінші, тағысын тағы x n-ші. v тік жолымыз v бірінші, v екінші, v n-ші. Осыдан келіп дельта анықтаушымыз a1-бірінші, a1-екінші, a1-n-ші. Екінші жатық жолда a2-бірінші, a2-екінші, a2-n-ші. n-ші жатық жолда a1-n-ші, a-n-екінші, a-n-n-ші болып табылады. Егер дельта анықтаушымыз нөлден өзгеше болса, онда бұл матрицаға кері матрица бар болады. Егер x матрицасы айнымалылардан тұратын баған матрица, ал v матрица бос мүшелерден тұратын баған матрица болсын, сондағы бірінші теңдеу ax тең болады v түрінде жазылады. Осы матрицаның екі жағында a матрицасына кері матрицаға көбейтеміз. Крамер формуласы. Теорема: егер a теңдеулер жүйесінің анықтауышы дельта, ал a матрицасының G тік жолын бос мүшемен алмастырғанда алынған матрицаның анықтауышы дельта G болсын. Егер дельта анықтаушымыз нөлден өзгеше болса, онда қарастырылған бірінші жүйенің тек қана бір шешімі болады. Және ол мына формуламен анықталады. X G-нше тең болады дельта G бөлінген дельтаға. Құрметті оқушылар, бірінші тапсырманың алдында сіздерге видео сабақты көруге. Solving systems using Cramer's rule. In order to use Cramer's rule, we must use the coefficients of the equations and put them in determinants. The three determinants we need are what we will call d, d sub x, and d sub y. In order to get d, we use the coefficients of the left side of both equations.
To get the d sub x determinant, we use the coefficients of y and place them here. And instead of using the coefficients of x, we use the last two numbers in place of x. To get the d sub y determinant, we use the same procedure, only we take the coefficients of x and place them here. And instead of using the coefficients of y, we will again use the ending numbers in place of the coefficients for y. Now that we have all three determinants, we will simply solve each one and get those values. 3 times 1 is 3, minus negative 4 times 5, which is negative 20. And 3 minus negative 20 is positive 23. 1 times 1 is 1, minus negative 4 times 17, which is negative 68, and 1 minus a negative 68 is 69. And finally, 3 times 17 is 51, minus 1 times 5, which is 5, and 51 minus 5 is 46. Now that we have the three values, to determine x, we simply put the value of d sub x over d, which would be 69 over 23, or simply 3. To find the y value, we simply put d sub y over d, which would be 46 over 23, or just 2. So the final answer to this system, using Cramer's rule, is 3, 2. Содан кейін барып бірінші тапсырманы орындауға нұсқау беремін. Бірінші тапсырма. Өткен жылғы кіріс шамасы 12 миллион шартты бірлікті құраған фирма 2 бөлімнен тұрады. Биылғы жылы бірінші бөлімнің кірісін 70%, екінші бөлімнің кірісін 40% ұлғайту жоспарланып отыр. Нәтижесінде қосынды кіріс 1,5 есе артуы керек. Әрбір бөлімнің кіріс шамасы А. Өткен жылы, Б. Биылғы жылы қандай? Есеп шартына сәйкес оқушы екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін құрады. X плюс Y тең болады 12-ге, 1,7x қосылған 1,4y тең болады 18-ге. Осы теңдеулер жүйесінің коэффициенттерінен екінші ретті квадрат матрица құрып, жүйенің анықтауышы есептеледі. Бірінші және екінші тік жолды бос мүшемен алмастыру арқылы алынған матрицаның анықтауышының мәнін негізгі анықтауыштың мәніне бөлу арқылы x пен y-тің мәні табылады. Дельта негізгі анықтауышымыз бірінші жатық жол 1/1, екінші жатық жол 1,7, 1,4. Сарус ережесін қолдану арқылы осы анықтауышымыз минус 0,3-ге тең. Яғни негізгі анықтауышымыз 0-ден өзгеше. Бірінші тік жолды алмастыру арқылы орнына 12 және 18 бос мүшедегі коэффициенттерін қоямыз. Сонда дельта x анықтауышымыз минус 1,2-ге тең болады. Келесі, дельта y анықтауышты есептеу үшін екінші тік жолдағы 1 және 1,4 сандарын бос мүшедегі 12 және 18 сандары арқылы алмастырып, берілген анықтауышты Сарус ережесімен есептейміз. Дельта y анықтауышымыз минус 2,4-ге тең. X-іміз дельта x-тің дельтаға қатынасы, яғни минус 1,2 бөлінген минус 0,3 тең болады 4-ге. Y-іміз
дельта y бөлінген дельтаға тең болады минус 2,4 бөлінген минус 0,3. Жауабымыз 8-ге тең. Сонымен есебіміздің жауабы 4 миллион шаршы бірлік, 8 миллион шаршы бірлік. Есеп тапсырманың бұл жағдай биылғы жылғы өнім қандай екенін табу үшін 1,7 көбейтілген 4 тең болады 6,8 миллион шаршы бірлік. Және 1,4 көбейтілген 8 тең болады 11,2 миллион шаршы бірлікке тең екендігі шығады. Екінші тапсырма. Крамер әдісімен берілген теңдеулер жүйесін шешіңіз. 8x қосылған 5y тең болады 2, 2y алынған 2x алынған 4y тең болады минус 10. Тапсырманың шешуі. Негізгі анықтауышты есептеу барысында x және y-тің коэффициенттері арқылы 8 бірінші жатық жол 8, 5, екінші жатық жол 2 мен минус 4, осы анықтауышты есептеу барысында минус 42 алынады. X-тің мәнін табу үшін бірінші тік жолды бос мүшемен алмастырамыз. Сонда x-іміз минус 1-ге тең. Y-ті есептеу үшін екінші тік жолымызды бос мүшемен алмастырамыз. Сонда y-іміз 2-ге тең. Есебіміздің жауабы, яғни теңдеулер жүйесінің x пен y-тің шешімі минус 1 мен 2-ге тең. Үш айнымалысы бар теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу барысында біздер келесі видео сабағымызда қарап алайық. Пример. Необходимо решить следующую систему уравнений. Для начала найдем определитель системы. Затем найдем определители при неизвестных дельта x, дельта y и дельта z. Найдем значения неизвестных по формулам Крамера. Получим x равное единице, y равное минус единице и z равное 2. Ответ будет иметь следующий вид. Үш жүйелі теңдеулер жүйесін шешу үшін ротация әдісі қолданылады. Яғни ротация әдісі арқылы тапсырмалар жүйесі орындатылады. Бұл тапсырмалардың орындалу реті мынадай болады. Оқушыларға 3 аялдама белгіленеді. 3 аялдамада әртүрлі тапсырмалар болады. Бірінші топ бірінші аялдамадағы, екінші топ екінші аялдамадағы, үшінші топ үшінші аялдамадағы тапсырманы орындауды бастайды. Бірінші топ бірінші есептің шарты бойынша теңдеулер жүйесін құрады. Ал одан кейін екінші аялдамаға барып, ондағы екінші топтың құрып кеткен теңдеулер жүйесі бойынша дельта мен дельта x бірінші анықтауышты есептейді. Белгіленген уақыт біткен соң үшінші аялдамаға орын ауыстырады. Ондағы үшінші топ пен екінші топтың жұмыстарын жалғастырады. Яғни дельта x екінші мен дельта x үшіншіні есептейді де уақыттары аяқталған соң өз орындарына, яғни бірінші аялдамаға қайтып келіп, есеп шартының соңғы бөлігін, есептің жауабын шығарады. Әр топ әр аялдамада 5 минуттан жұмыс жасайды. Сонда осы тапсырманың орындалуына кететін барлық уақыт 20 минут. Сонымен үшінші тапсырмамыз. 3 айнымалысы бар теңдеулер жүйесі берілген. 2x бірінші қосылған 3x екінші алынған x үшінші тең 9-ға. x бірінші алынған 2x екінші қосылған x үшінші тең 3-ге. x бірінші қосылған 2x үшінші тең 2-ге. 3 айнымалысы бар теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу үшін
бірінші жүйенің анықтауышын есептейді. Негізгі анықтаушымыз x бірінші, x екінші және x үшінші айнымалылардың алдында тұрған коэффициенттерден құралады. Бірінші жатық жолымыз 2, 3, минус 1, екінші жатық жол 1, минус 2, 1, үшінші жатық жол 1, 0, 2. Сариус ережесін қолданып, дельта анықтауыштың минус 13-ке тең екендігі анықталады. Жүйенің анықтауышы 0-ден өзгеше болса, онда жүйені Крамер әдісімен табылуы мүмкін, бір ғана шешімі болады. Келесі, дельта x бірінші анықтауышты есептеу үшін бірінші тік жолда бос мүшенің коэффициенттеріменен ауыстырамыз. Бізде бос мүшенің коэффициенттері бірінші теңдеуде 9, екінші теңдеуде 3, үшінші теңдеуде 2. Сонымен бірінші тік жолымыз 9, 3, 2. Екінші тік жолымыз 3, минус 2, 0. Үшінші тік жолымыз минус 1, 1, 2. Дельта x бірінші анықтауышымызды есептеу барысында Сариус ережесін қолданып минус 52 шығады. Дельта x екінші анықтауышты есептеу үшін екінші тік жолымызды бос мүшелер 9, 3 және 2 мен алмастырамыз. Сонда бірінші тік жолымыз 2, 1, 1 өзгермей қалады. Екінші тік жолымызды 9, 3, 2 мен ауыстырамыз. Үшінші тік жолымыз өзгермей қалады. Минус 1, 1, 2. Сариус ережесін қолданып, бұл анықтауыштың 0-ге тең екендігін аламыз. X үшінші дельта x үшіншіні анықтау үшін үшінші тік жолды бос мүшемен алмастырамыз. Бірінші және екінші тік жолдарымыз өзгеріссіз қалады. Бірінші тік жол 2, 1, 1, екінші тік жол 3, минус 2, 0, үшінші тік жол 9, 3, 2. Сариус ережесін қолданып, бұл анықтауыштың 13-ке тең екендігі шығады. Крамер формуласы арқылы x бірінші белгісізді табу үшін дельта x1-дің дельтаға қатынасын, x екіншіні табу үшін дельта x2-ның дельтаға қатынасын, x үшіншіні табу үшін дельта x3-дің дельтаға қатынасын есептейміз. Сонымен x бірінші тең 4-ке, x екінші тең 0-ге, x үшінші тең болады минус 1-ге. Төртінші тапсырма. Аяқ киім фабрикасы 3 түрлі өнім шығарады. Етік, кроссовка және бәтеңке. Соған байланысты 3 түрлі шикізат пайдаланылады. Әр жұп аяқ киімге жұмсалатын шығын көлемі және шикізаттың бір күнгі шығын көлемі мына кестеде көрсетілген. Аяқ киім түрлерінің бір күнде өндірілетін көлемін табыңдар. Есепті шығару барысында 3 түрлі өнім, етік, кроссовка және бәтеңкеге жұмсалатын шикізат шығынының нормасына және жұмсалатын шикізат шығынына сәйкес бір күнгі шығын көлемінің кестесін пайдаланып теңдеулер жүйесін құрады. Шикізат түрі. Бір аяқ киімге жұмсалатын шикізат шығынының нормасы етік үшін, кроссовка және бәтеңке үшін бір күнгі жұмсалатын шикізат шығыны төмендегі кестеде көрсетулі тұр. Осы кестеде пайдаланып, мынадай теңдеулер жүйесін құрамыз. Есеп шартын басшылыққа ала отырып, теңдеулер жүйесін құрады және ондағы айнымалылардың коэффициенттерінен құрылған матрицаны анықтауышын есептейді. Бұл анықтауыштың мәні 0-ден өзгеше болғанда теңдеулер жүйесінің шешімі болатындығын ескеріп, теңдеуді жалғастырады. 5x бірінші қосылған 3x екінші қосылған 4x үшінші тең болады 2700. 2x бірінші қосылған x екінші қосылған x үшінші тең болады 900. 3x бірінші қосылған 2x екінші қосылған 2x үшінші тең 1600. Негізгі анықтаушымыз x бірінші коэффициенттері құралған бірінші тік жолымыз 5, 2, 3, екінші тік жол x екіншінің коэффициенттерінен құралған 3, 1, 2, үшінші тік жолымыз x 3-тің коэффициенттерінен құралады 4, 1, 2. Осы Сариус ережесі бойынша
анықтауыштың 1-ге тең екендігін аламыз. Дельта x1-ді есептеу барысында бірінші тік жолымызды бос мүше коэффициенттері 2700, 900 және 1600 бен ауыстырамыз. Анықтауышты есептеу барысында Сариус ережесі қолданылып 200-ге тең екендігі шығады. Дельта x екінші анықтауышты есептеу барысында x екінші тік жолымыздың коэффициенттері бос мүшенің коэффициенттері арқылы ауыстырылады. 2700, 900 және 1600. Сариус ережесі арқылы бұл анықтаушымыздың 300-ге тең екендігін анықтаймыз. X үшінші элементіміздің коэффициенттерін бос мүшемен алмастыру арқылы үшінші анықтаушымызды құрамыз. Бірінші тік жол 5, 2, 3, екінші тік жол 3, 1, 2. Үшінші тік жол 2700, 900, 1600. Бұдан Сариус ережесін қолданып 200-ге тең екендігі шығады. Сонымен x біріміз 200-ге, x екіншіміз 300-ге, x үшіншіміз 200-ге тең. Есептің жауабы 200 жұп етік, 300 жұп кроссовка, 200 жұп бәтеңке. Үшінші тапсырма. Тігін фабрикасы 3 күнде костюм, плащ, күртешелер өндірді. Өндірілген өнім көлемі және жұмсалған ақша шығыны мына кестеде көрсетілген. Әрбір өнімнің өзіндік құнын анықта. Кестеміз бойынша өндірілген өнім көлемі костюм, плащ және күртеше үшін бөлінген. Бірінші, екінші, үшінші күнде қанша өнім шыққаны және шығын көрсетілі тұр. Бірінші күні костюм 50, плащ 10, күртеше 30. Барлық шығын 176. Екінші күні костюм 35, плащ 25, күртеше 20, шығын 168. Үшінші күні костюм 40, плащ 20, күртеше 30, шығын 184. Осы тапсырмамыздың шешуі есеп шартын басшылыққа ала отырып, теңдеулер жүйесін құрады және ондағы айнымалылардың коэффициенттерінен құрылған матрицаны анықтауышын есептейді. Бұл анықтауыштың мәні 0-ден өзгеше болғанда, теңдеулер жүйесінің шешімі болатындығын ескеріп, есептеуді жалғастырады. 50x қосылған 10y қосылған 30z тең 176. 35x қосылған 25y қосылған 20z тең болады 168. 40x қосылған 20y қосылған 30z тең болады 184. Бұл теңдеулер жүйесіндегі x, y, z айнымалылардың алдыңғы кестеге сәйкес x костюм, y плащ және z күртеше болып белгіленгені көрініп тұр. Енді негізгі анықтауыш x, y және z-тің коэффициенттерінен құралады. Бірінші тік жолымыз 50, 35, 40, екінші тік жолымыз 10, 25, 20, үшінші тік жолымыз 30, 20, 30. Осы анықтауышты Сариус ережесімен есептеу барысында жауабымыз 6000. Дельта x-ті табу үшін бірінші тік жолды бос мүшенің коэффициенттерімен алмастырамыз. 176, 168 және 184. Екінші тік жолымыз 10, 25, 20. Үшінші тік жолымыз 30, 20, 30. Осы анықтауышты есептеп 10800 нәтижесін шығарамыз. Дельта x екіншіні есептеу барысында екінші тік жолды бос мүшенің коэффициенттерімен алмастырамыз. Дельта x екінші 50, 35, 40. Екінші тік жолымыз 176, 168, 184. Үшінші тік жолымыз 30, 20, 30. Бұл анықтауыштың жауабы 15600. Дельта x үшінші анықтауышта есептеу барысында
Үшінші бағанымызды бос мүшенің коэффициенттерімен ауыстырамыз. 50, 35, 40 бірінші тік жолымыз, 10, 25, 20 екінші тік жолымыз, 176, 168, 184 үшінші тік жолымыз. Сонда біздің бұл анықтаушымыздың жауабы 12.000 шығады. X бірінші, яғни айнымалымыз 10.800-ді 6.000-ға бөлеміз. 1,8. X екінші айнымалымыз 15.600-ді 6.000-ға бөлеміз. 2,6. X үшінші айнымалымызды есептеу барысында 12.000-ді 6.000-ға бөлеміз. Тең болады 2. Сонымен біздер есептің шартында костюмның өзіндік құны 1,8 мың шартты бірлік, плаштың өзіндік құны 2,6 мың шартты бірлік, күртешенің құны 2000 шартты бірлік екендігін аламыз. 6-шы тапсырма. Химиялық есеп. Бұл есепте 3 атомнан құралған қосылыстардың массасы берілген. Сызықтық теңдеулер жүйесі мен Крамер теңдеуін қолданып, көміртектің С, сутектің H, оттектің O массаларын анықтау керек. Есепті шешу барысында оқушы сызықтық теңдеулер жүйесін құрады және оны Крамер формуласын қолданып шешу арқылы С, H және O әріптерімен көміртек, сутек және оттек атомдарының массасын көрсетеді. Бірінші теңдеуіміз С қосылған 4H тең болады 16. Екінші теңдеуіміз 3С қосылған 8H қосылған 3O тең 92. Үшінші теңдеу 2H қосылған O тең болады 18. Енді осы теңдеулер жүйесін әрі қарай жалғастырайық. Теңдеулер жүйесінің негізгі коэффициенттерінен алынған анықтаушымыз 1, 4, 0, 3, 8, 3, 0, 2, 1. Сариус ережесін қолданып есептеген уақытта негізгі анықтаушымыз -10-ға тең. Бірінші тік жол 1, 3, 0-ді бос мүше 16, 92, 18 бен алмастырып, С-ның мәні 12-ге тең екендігін аламыз. Екінші тік жолдағы 4, 8, 2-ні 16, 92, 18 бен алмастырып, H-тың мәні 1-ге тең екендігін аламыз. Үшінші тік жолдағы 0, 3, 1-ді бос мүшелер 16, 92, 18 бен алмастырып, нәтижесінде O 16-ға тең екендігі шығады. Сонымен есептің жауабы көміртегі 12 грамм, сутегі 1 грамм, оттегі 16 грамм. Үйге тапсырма. Бүгінгі өтілген сабаққа байланысты Крамер ережесін қолданып шешу үшін мына теңдеулер жүйесін шешу үйге тапсырма ретінде беріледі. 2x қосылған y минус 7 тең 0-ге, 3y қосылған 4z қосылған 6 тең 0-ге, x плюс z тең болады 1-ге. Екінші теңдеулер жүйесі 2x алынған 3y минус z плюс 6 тең 0-ге, 3x қосылған 4y плюс 3z плюс 5 тең 0-ге, x плюс y плюс z плюс 2 тең 0-ге. Үшінші теңдеулер жүйесі минус 2x плюс y плюс 6 тең 0-ге, x минус 2y минус z тең 5-ге, 3x қосылған 4y минус 2z тең болады 13-ге. Бүгінгі сабағымызда зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы сабақ барысында қолданылған әдебиеттеріміз экранда көрсетіліп тұр.